Çamur koy. Ey! Rıbыңдаған айбандар. Ол? Шәріп, мұғалім. Мұрам, мынада видео жіберме, ұят қой, оқушылар бар. Не видео жіберді екен ағай? Том и Джерридің бір видеосы. Не қылған сонда? Аңқылдайды, не қылады. Класс бойынша жаңа жылға 300 теңгеден жинап бересіңдер балалар, иә? Болды. Ал елбасының баласы 100 мың теңге алып келеді. Неге ағай 100 мың? Шілия көп емес ол? Сол папаң қарыз ғой маған. Папаң аты елбасы емес па? Бүгін өтетін сабақты. Санжар, айбон, қарама үйтіп, еңкейме. Одандан аяқ киіміңе айна жапсырып алып, сөзі көрінеді. Балалар сабақ кім айтады? Дайын емеспін ағай. Баяғы мен айтайын деп тұратын. Қазір мен айтам деп. Сор. Ағай кеше жылап жүрген балаңызды не істедіңіз? Қалтамда 750 теңге бар еді. Сөйтінде ауызда бердім. Сүтін. Саламатсыз ба ағай? Саламатсыз ба? Тыңдар. Отыр. Шәріп, мұғалім. Тарихта қыздардан құралған Амазонка тайпасы болған. Зор, ондай тайпа бірақ біздің үйде де. Сақтардың патшайымы Тамирис болған. Ол кісі Садақ атамайтын болғанда, Садақ атамайтын болған. Неге атамайтын болған ағай ол? Сорлы. Нақас. Өзің қалай ойлайсың? Қолы кедергі сияқты болған сияқты. Құршы. Айбон, сындырасың анаң аяғыны. Абайлап отыр. Сынбайды ағай. Ой, сорлы. Нақас. Сынбайтын қыз жоқ, сындырамайтын еркек бар. Ол басқа нәрсе бе, Кеше мектепте Талғатты ұрған видеомды біреуін TikTokқа салыпсыңдар. Қайсын салдыңдар? Мен ағай. Рекке шығып кетті. 700 просмотр жинапты. Бірақ мен жұмыстан шығайын деп тұрмын ба? Наушник алу керек, Менде iPhone оригинал наушнигі бар ғой, дос. Берсем да, брат? Сатам 5 мыңға. Аласың ба? Керек емес. Сенікі Samsung. По-любому не сатам. Осындай арамы досың бар ғой, Темек жоқ па? Жоқ. Онда өзімдікін шеге көрейін. Бес. Соңғы бір үштік қалды. Шекпейтін жарсың. Олда настроениең жоқ қой. Қызыммен араласып кеттім. Ой, бәтай кеткен қызды реніш дейді. Инстаграм берсе маған. Инстаграм жоқ. WhatsApp бар ма берсін? WhatsApp да жоқ. Адам ба негізі өмір сүре ма? Бұл өмірде бар ма ол? Қызға жылап жатсың. Палеу өлесің ғой, маған бересің. Родной, сенде наличка ғой, Иә. Сен төлейсің онда. Мен саған Каспийден лақтыра саламын да, Рахмет көке. Родной, сен магазинге алып кетші. Өзің баршы. Қарызбын ғой мен, Родной. Мен отырыш. Құшы ана. Онда алдын отқан адам төлейді онда. Отса Родной, мен ашып беріп отырмын. Мал. Көкеде ұнататын қызым бар тұғын ғой. Сөз саған ол жоқ деді ғой. Жайша? Білмеймін ұнамай қаптың ғой. Сор, конечно, ұнамайсың. Ана шашын дұрыс ұстап алмайсың ба сен? Күлмеші, нәкәс. Хабарлас мына жерде. Ілияс деген кіздің номері бар. Ілияс, мынандай жағдай болып тұр ғой. Мына нәкәстің тісі қисықта, қыз қарамайды. Тісін туралап берсе бізге. Ол тістер түзілуге болады. Бізде жаңа технологияда брекеттер бар. Солармен 4 айдың ішінде түзіліп береміз. Әдем болып қалды ма? Кән. Қызың сенің артыңнан жүгіреді. Ашана ес. Шай дайын ба қатыны? Дана. Сәлем Нұрдәулет. Негізі мен де сізді ұнатамын. Ой, бля, кіш. Көке? Не болды? Қалай? Ілиястың нөмірін беріңізші. Тыныштық па? Қарсаңызшы. Соқыратқа, қотыратты деп екеуің не істеп жүрсіңдер? Беріңізші нөмірін. Мә беремін, соқ. Тістің күтімі сұлулықтың басты құндылығы. Нема қарындасым, сен былай тұрасың ба? Менің балығымды басып қалдың ғой сен. Қармағың құтты екен, мен алтын балықпын. Сен алтын балық емес, вайнер сияқтысың ғой, қолыңда микрофоның жүр ғой. Тілегіңді айт, мен орындайын. Қоя, қарындасым, тыныштық қылай, ондайға желание жоқ. Қатын біліп қойса өлтіріп қояды ғой мені. Жарайды, айтайын. Қартайсам да бақуаттым ғой. Мен айтуға да ұялып тұрмын. Бро, шашылық жегім келіп жатыр. Сетпен зор да. Соны орындап берші. Таза шәріп екенсің ғой, тупой. Қарындасым, нормально сөйлесін. Бро, шашликпен рахаттан.